Ең ықпалды 100 адам кітабының авторы Майкл Харт тізімде бірінші Мұхаммед пайғамбарды қойды. Оның бұл кітапты толық жазып шығуына 28 жыл уақыты кетті. Лондон университеттерінің бірінде дәріс оқып тұрған кезінде жиналған жұрт Мұхаммедті бірінші орынға қойғанына наразылық танытып, жан жақтан айқайлап ысқыра бастады. Профессор қобалжып кетті. Дәрісті тоқтатты. Тоқтатты да былай деді: Мұхаммед пайғамбар, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. 611 жылы Меккенің ортасында тұрып халыққа мен Алланың елшісімін деді. Оған сол кезде 4 адам сенді. Ең жақын досы, әйелі және 2 кішкентай бала. Қазір содан 1450 жыл өткеннен кейін мұсылмандардың саны 1 миллиард 800 миллионнан асты. Әлі де өсуде. Тағы бір ойланатын нәрсе, осынша уақыт өткеннен кейін де миллиондаған мұсылмандар пайғамбарға зиян тигізуі мүмкін болған бір сөз үшін өз өмірін құрбан етіп жіберуден еш тартынбайды. Бұны Құдай деп санап жүрген Иса үшін жасауға дайын бір христиан бар ма? Осыдан кейін бүкіл залда тыныштық орнады. Ол жалғаншы бола алмайды. Ол өтірікші бола алмайды. Өйткені өтірік 1450 жылға созылмайды. Ал 1 миллиард 800 миллионнан астам адам алданбайды деп аяқтады сөзін.